Әріптестер, қазір мен сіздерге Canva сервисінде қалай құттықтау видеолар жасаймын, сол туралы бөлісетін боламын. Мінекей қазір бір-екі пример көрсетейін деп едім. Мына бір жұмыстың мен бірнеше программамен арқылы жасадым. Бұл жерде тек мына астындағы гүлі бар фонды мен Canva-дан алдым. Сосын үстіндегі жазуларды Benimi программасында жаздым ручкаменен. Одан кейін UCAD программасын салып, фоновый музыка қойдым. Сонда мынандай дүние шықты. Мына осындай дүние шықты. Одан кейін тағы бір көрсеткім келеді. Мына шаблонды мен Canva-да жасадым. Бұл 2 беттен тұратын бет, образец. Сосын осы жерге әдемілеп сөздерді бәрін жазып болғаннан кейін мен бұны UCAD программасын салып, фонға музыка қойдым да, сол UCAD программасында дауысты дыбыс жазуға болады. Сол дауысты дыбыс жазған кезде фонға ілесіп отырып, көңілді ырғақта мен мынаны мәтінді оқып шықтым. Қазір образец көрсетейін, алғашқы беті. Құрметті Бақытжан Жасынбекқызы, сізді бүгінгі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймын. Сізге осы қуанышты сәтте өмірде бақытты, ұжымда беделді, дос-жарандарыңызға қадірлі де сыйлы болып тілеймін. Әрдайым жүзіңіз нұрға, өміріңіз жырға толып, алға қой. Мінекей осындай сонда құттықтау видео шыққан болатын. Мінекей осындай әртүрлі форматта мен өзімнің әріптестеріме осындай видеолар, құттықтаулар жіберіп отыратынмын. Мына бір видео енді тіптен басқаша. Бұл жерде мен тек жақсы столда түскен видеоға бардым да, тек қана үстіне аудио жаза салдым, музыка қойып. Сонда ол мынандай дүние шықты. Қараңыздар. Құрметті Айнұр Нұрбанқызы, сізді бүгінгі туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге бақыт пен қуаныш, махаббат пен сәттілік әрқашан сіздің өмір. Мінекей осындай видео шыққан болатын. Енді осыларды қалай жасаймыз? Ол үшін Canva-ға барамыз, тағы да ерінбейміз. Canva-ға барамыз да, сосын мына жерде видео деген тұр ғой, соны басасыз, или мына видеоны басасыз ғой. Мынаны баса берейік. Мінекей, мына жерде қазір шаблонда шығады. Міне, мынаның астында байқайсыз, play деген тұр ғой, значит бұл видео болып ойналады, мынаның барлығын. Кез келген таңдайсыз. Сосын сол жердегі нелердің шрифттарын барлығын өзгертіп тастайсыз ғой, мәтіндерін. Мына түрін ала берейін мен. Міне барлығы мына жерде 5 не бар, страница бар. Бәрін принимать деп басам, применить деп. Енді мына жерге жазуға болады өзгертіп. Мысалға, мен мына жерде өзгерте салайын, мен алдағы уақытта мен үлкенім туған күні келе жатыр. Соған жазып жіберейін бүйтіп. Мына енді бірақ ұлдарға арналмаған фонд сияқты. Образец болсын деп сіздерге істеп отырмын. Шрифті келмей тұрған сияқты. Мен өзгертіп жіберемін шрифті. Осылай. Бірінші беті. 04/12/2022 туған күні болатын күні. Енді екінші слайдқа барам. Міне екінші слайдқа барғанда мына жерде видео қойған ғой, видеоны қоюға болады. Ол үшін анау соткада тұрған жер тұр ғой, или компьютер тұрған жерінен барып загрузить деп әкеліп мына жерге қоясыз. Сонда ол кәдімгідей видео сияқты ойнауға болады. Немесе бұл жерге суретті де қоя берсеңіз болады. Мен мына жерге сурет кірістіріп көрейін. Міне осылай бір рет басып аламыз. Загрузкаға барамыз. Загрузить файлы. Анау компьютердің ішінен әкелуім керек мен. Значит, мен мына жерден ұлымның суреттері бар еді ғой. Соны алып келейін. Так. Мына жерде не бар? Бір кішкене ашықтау суретін ала берем. Міне анау компьютерден мына сурет келді, мына Canva-ға келді, бірақ ол мына жаққа орнатылған жоқ әлі. Қазір көк стрелка толсын мына жаққа. Толды ғой, енді бір рет үстінен басам, бұл мына жерге келеді. 4-5 болып тұр, жараспай. Енді осыны ұстап, сәл ғана былай жылжытам. Мына гүлдердің астына мына жерде рамка тұр ғой, соған түсе қалды мынау. Енді мына жерге сөздер жазып жүруіміз керек қой. Ол үшін бар ғой. Или өзіңіз енді қалаған әдемі сөздеріңізді
осылай жаздым. Мына бетке енді бір өлең шумақтарын жасап жүрейік, иә. Мен жаңа бір дайындап қойғам мына жерге. Осыны копировать етіп алып, мына жерге қойып келіп жіберемін ғой. Енді бұл тағы да мынандай болып кетті. Сондықтан мен мынаны 55 деген шрифт алып келдім. Мынаны да несін өзгертіп тастаймын. Былай созса болады. Тағы да азайтайын ба? Высоки ортаға қарай қоямын. Мынаны да келіп былай астына қарай қояйық жылжытып. Так, енді бұл 3-ші слайдқа дейін. 4-ші слайд қой мына жер. Мына жерге енді сурет тапып келуіміз керек тағы да. Ол үшін не істеймін? Тағы да загрузкиге барам. Оны мен жүктеймін, мына жерден бір суретін алып жүктей салайын. Я бір суретін алып салайын. Ұйықтап қалды ма? Мына суретін алып салайын. Қазір мына жерге келеді ол міне. Келді. Енді осы суретті алып, мен мына жаққа қарай қазір алып барам. Келіп жатыр. Мына жерге түсті ғой, енді бір-ақ рет жерден болды. Мына сурет мына жерге тұрды. Сәл ғана бүйтіп алып барсам, ол түседі мына жерге. Енді басының жартысы ана рамканың ішіне кіріп кетті ғой. 2 рет басып жүремін. Сәл былай түсіре саламын бас жағын. Болды. Так, мына жерге енді анандай не жазуға болады. Тағы да бағана сөздер жазып болғам, дайындап ше. Негізі сценарийді өстіп дайындап қойғандарыңыз жақсы болады. Мына жерге алып келемін да. Бүйтіп осылай өзгертіп жүрсем не істер болады. Мынау қанық көрінсін десеңіздер, сәл ғана бүйтіп, мына цветін, жазудың цветін өзгертіп, кішкене солай жасасаңыздар болады. Мінекей келесі бет. Естерге пример ретінде ғана көрсетіп жатырмын. Негізі сценарийді күшті қылып жазып, әдемі, күшті осындай видеолар шығаруға болады. Енді қараңыз, мына бірінші бетіне қоясыз ғой. Енді жасап біткеннен бәрін тексересіз, мына плейді басасыз. Мына осылай ойнайды. Осылай болады. Енді мына музыка ұнамай тұр ғой, иә? Музыка ұнамаса, бұны оң жағын басып, удалить дорожку деңіз. И сосын астына загрузить етеміз басқадан музыка. Загрузить файлға барамыз. Осы жерде загрузкидің ішінде ақырын ғой. Загрузкидің ішіне барып, мына жерде музыкаларды скачать еттік қой біз. Мына жерде болады ғой, күшті музыкаларыңыз болса, компьютерде соны алып келіп, мына жерде жүктейсіздер. Қазір музыка мына жерде мынау дайын тұр ғой. Мынау осылай сүйретіп келесіздер ғой. Міне. Осындай шығады. Мінекей осылай ойнайды музыка. Енді сіз жақсы музыканы қойсаңыз, әдемі болып шығады ғой. Күшті қылып сценарий жазсаңыз, үйлесімді суреттер қойсаңыз, идеяңыз қозғасаңыз, керемет осындай шақырып жасайсыз, құттықтауды жасайсыз осылай. Енді сақтау үшін поделицаға барасыз. Бұл енді аудио бар бұл жерде, иә, музыкасы бар, ана анимациялар, эффектілер бар. Сол үшін сіз бұны скачать еткенде MP4 қылып сақтайсыз ғой, міне MP4 сақтайсыз. Сосын мына жерге барған кезде барлық бет керек қой сізге де скачать ететін. Бүкіл все страницадан басаса скачать дейсіз. Бітті, сіздің мынау жұмысыңыз қазір сақталып жатыр. Бұнда сізге кәдімгі толыққанды видео болып түседі мынау. Қазір скачать етілсін. Мінекей біздің жаңағы видеомыз жүктелген сияқты.
Мияка түштү. Көрейик ашып. Мынекей ушундай видео чыкты. Сиздер да осулай жасап көрүңүздөр.